Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге желіде хит болып жатқан өзінің иісімен, дәмімен ерекше танымал Ташкент шайының рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, өз ойларыңызды қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Біздің шайымызға керекті заттарымыздың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен қара шайымыздан 1 шай қасық, содан соң көк шайымыздан 1 шай қасық саламыз, ол видеоға түспей қалған. Үстінен 3 лимон тілімін және апельсин тілімдерін салатын боламыз. Апельсин салу міндетті емес. Содан соң жалбыз жапырағын саламыз, яғни мятамызды. Бұл бізге шайымызға хош иіс береді. Содан соң нават саламыз. Дәміне қарай. Үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Барынша қатты қайнап тұруы қажет. Суымызды құйып болғаннан соң қақпағын жауып 2-3 минут шамасында бұқтырып қойып қоямыз. Мінекей достар, осымен біздің Ташкент шайымыз дайын. Тура кафедегідей болды. Міндетті түрде жасап ішіп көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып отырыңыздар.